Райымбаева Рахат Карифуллақызы құлыншақ бебек жайында 3 жылдан бері тәрбиешілік қызмет атқарамын. Бұрымды қыз. Қазақ халқы ежелден қыз бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Қыз өссе елдің көркі деп, қызды нәзіктік пен инабаттылықтың символы деп бағалаған. Бұрымды қыз сұлулықтың ғана емес, ұят пен тәрбиенің көрінісі. Тәрбиеші ретінде менің мақсатым қыз балалардың бойына ұлттық ізгі қасиеттерін сіңіру. Балабақшада әрбір кішкентай қыз өз шашын ұқыпты ұстап, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйренеді. Әр сабақта біз аналардың, әжелердің өнегесін айтып, ұлттық дәстүр мен мәдениетті дәріптейміз. Қыз баланың бұрымы оның сұлулығы ғана емес, аналық мейірім мен тәртіптің белгісі. Ол өзіне сенімді, әдепті, мейірімді болса, болашақта елдің ар намысын қорғайтын абзал анаға айналады. Сондықтан мен бұрымды қыз тәрбиелеуді ұлт рухын тәрбиелеу деп білемін. Тәрбиелі, ұқыпты, инабатты қыз елдің көркі, ұлттың айнасы.